Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 72-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бас әріптен басталып жазылатын сөздер. Балалар, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы. Мәтіннің тақырыбы бәсіре. 6 жасар аңсар атасымен қонаққа келді. Дастархан жайылып, қымыз құйылды. Аңсар мен Бекжан далаға ойнауға шықты. Бекжан жуас құнанды аңсарға көрсетті. Мынау қарақасқа құнан менің бәсірем. Кел, мін, деді. Мен бұрын атқа мініп көргенім жоқ, деді аңсар. Онда маған мінгесіп ал, деді. Ол қарақасқаны тасқа жақын әкелді. Бекжан аңсарды құнанға мінгізді. Әбдібай табылды деген жазушы кісінің шығармасынан үзінді. Бәсіре, бұл балаға берілетін құлын немесе бұта. Құнан дегеніміз 2 жасар жылқыны атайды. Балалар, мәтін не туралы? Бәсіре туралы әрине. Аңсар қайда келді? Ол кіммен ойнады? Бәсіре дегенді қалай түсінесің? Мәтіннен сөйлем ішінде бас әріптен басталып жазылған сөздерді тап. Олар неліктен бас әріппен жазылған? Қайтадан мәтінге оралайық. Мәтінге қарайтын болсақ, балалар, бұл жерде бас әріппен басталып жазылған кісі аты. Еске түсіретін болсақ, кісі аттары сөйлемнің басында, ортасында немесе соңында келсе де, бас әріппен жазылады. Бұл жерде кісі аты Аңсар, Бекжан деген кісі аттарын көріп тұрмыз. Бұлардың барлығы сөйлемнің қай шетінде келсе де, бас әріппен жазылуы тұр. Ал енді одан бөлек қандай сөздер бас әріппен жазылуы тұр? Назар аударайық. Мысалы, мынау қарақасқа құнан менің бәсірем. Бұл жерде мынау деген сөз әрине сөйлем бас әріппен басталады. Одан кейінгі сөз қарақасқа. Бұл қарақасқа дегеніміз жылқыға қойылған есім, яғни жылқы жануарлардың аты қарақасқа. Бұл да сөйлемде бас әріппен жазылғанын байқаймыз, балалар. Сонымен, үй хайуанаттары мен жануарларына қойылатын аттар бас әріппен басталып жазылады. Мысалы, Ақтөс, Мойнақ, Байшұбар. Ал енді жаттығуға назар аударайық. Жаңылпашты жаттап, көркем жаз. Айбар тай бақты, Мойнақ қой бақты. 3-ші жаттығу. Суретке қара. Жануарлардың аты қандай әріппен басталып жазылған? Балалар, бірінші суреттегі жануар бұл жылқы. Бұл құлагер, яғни құлагер деген жылқының аты. Бұл да бас әріппен жазылады. 2-ші суретке назар аударайық. Бұл жерде көріп тұрғандарыңда ит. Иттің аты бұл сырттан деген ит екен. Бұл да бас әріппен жазылады.
Бұл суретте сендер сиырды көріп тұрсыңдар. Сиырдың бұл ақ мүйіз екен бұның аты. Балалар, суретте көріп тұрғандарындай жануарлардың аттары да сөйлемде бас әріппен басталып жазылады. Ол да сөйлемнің басында келсін мейлі, ортасында келсін, мүмкін соңында келер. Балалар, осыны есте қатаң сақтаймыз. Енді балалар, сендерге қосымша тапсырма ұсынғым келіп тұр. Бұл жерде түсіп қалған әріптерді қойып, сөйлемді оқып, көркем етіп, көшіріп жазамыз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.